Өзбекстанның Ташкент қаласында жасөспірімдер арасында өткен Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының қоржынына күміс жүлде түсті. Атап айтсақ, Төрехан Асанхан 70 келіге дейінгі салмақта екінші орынды иеленді. Ол қос сайыс қорытындысы бойынша 269 келіні көтеріп, ел абыройын асқақтата түсті. Күш қуаты тұратын ақылында, атаның сөзі тұрар нақылында. Қазақтай қабырғалы ел аман ба, ешқашан жат көрмейтін жақынында. Ал күні кеше Ташкентте өткен ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатының күміс жүлдегері Асанхан Төреханды жерлестері салтанатты түрде қарсы алды. Азия аренасында еліміздің намысын абыроймен қорғаған жас спортшымызды жерлестері мен жанкүйерлері, туған туыстары ыстық ықыласпен қарсы алып, жеңісімен құттықтады. Біз сенімен мақтанамыз деген баннерлермен шыққан жамбылдықтар спортшымызды ерекше ықыласпен қолдады. Баршаңызды Ташкентте өткен ауыр атлетикадан Азия чемпионатындағы Төрехан бауырымыздың күміс жүлдесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жетістік Төреханның, сонымен қатар оның жаттықтырушылар құрамының осы мекемеде қызмет атқарған баршаларыңыздың еңбектеріңіз деп білемін. Баршаларыңызға осы айтулы жетістік құтты болсын. Төреханның жетістігі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Азия чемпионатындағы күміс жүлде бұл Олимпиада алтынына бастайтын алғашқы баспалдақтардың бірі болсын. Рахмет, тағы да құтты болсын. Жарысқа біз 2 айдан астам уақыт дайындалдық. Астанада және Шымкентте дайындалдық. Жарыс бір апта созылды. Ташкент қаласына бардық, Өзбекстан мемлекетіне. Ол сезім өте ерекше болды менде. Өйткені Жамбыл облысынан бұндай бірінші шығып тұр, Азия чемпионатынан, международный жарыстардан бірінші алып тұрмын. Содан ерекше сезім болды, өте қуанышты сезім болды. Осындай байрақты бәсекелерде жеңіс тұғырынан көрініп, Қазақстанның атын танытып жүрген спортшымызға алдағы уақытта да тек сәттілік пен жаңа жетістіктер тілейміз. Қазақстан спортының болашағы жарқын. Сабина Орынбек, Мақсат Болтаханов, 7-7 News.